Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен тез әрі дәмді дайындалатын сметанник пирогын әзірлейміз. Ол үшін бізге ұн, май және де жұмыртқа, қант және бір шай қасық разрыхлитель қажет болады. Керекті ингредиенттер описаниеда жазылған. Енді қамыр қопсытқышты алып, ұнымызға салып араластырамыз. Енді ұнымызға майымызды саламыз да илейміз. Илеген кезде крошки болу керек, яғни ұсақ-ұсақ қамырлар шығады. Енді қантымызды салып, жоғарыдан төмен қарай осылай міне араластырамыз да, сосын бір жұмыртқамызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Нәтижесінде міне мынандай тесто шығады. Бұны илеуімізді жақсылап кейіннен пакетке салып 15 минутқа қойып қоямыз. Сосын үлкен бөлігін аламыз қамырдың, үлкен бөлігін астына осылай қолмен де немесе былай оқтаумен де жазып алсақ болады. Кейіннен қалған қамырларынан жан жағына бортики жасап аламыз. Міне осылай қамырды алып шет-шетіне форманың жанына осылай тегістеп шығамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қаймақ және де 4 жұмыртқа қажет болады. Енді ыдысқа салынған қаймаққа жұмыртқаларымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде көп араластыруға болмайды. Тек жұмыртқа мен қаймақ біркелкі болғанша ғана араластырамыз. Енді дайындап қойған қамырымызға осындай сұйық массамызды құйып, біркелкі болғанша қатты емес, тек жай осылай жылжытамыз. Сұйық массамыз біркелкі болғанша. Қызып тұрған пешімізге саламыз, 180 немесе 200 градусқа пісіріп аламыз. Мен пирогты пештен алуға сәл кеш шығып қалғандықтан осындай қоңырқай болып шықты. Енді қалауларыңызша безендірсеңіз болады. Мен шоколадты ерітіп жан жағына жеткенше жағып алдым. Немесе ештеңе жақпай-ақ сметанниктің өзін ұсынсаңыздар болады. Міне осындай тез арада дайындалатын, әрі көп ингредиентті қажет етпейтін өте дәмді пирогымыз дайын болады. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып кет.